Ягиз Каан Эрдогмуш, Петр Свидлер матчтың 4-ші партиясы. D4 ATF6, C4 G6, AC3 D5, Грюнфельд қорғанысы. Піл G5, ат негізгі орталыққа келді, CD ат G5. Бұл енді теория. H4 ат E4, алдық уәзір D5, ат C3 уәзір D8, және H5 мұна G6-дағы сарбазға шабуыл жасау. Піл G7 ATF3, C5 D5, E6, мұна сарбазға шабуыл жасаудың амалы, және уәзір A4 шақ. Бұл енді жиі қолданылатын іс-әрекет. Міне, бұл жерде ең дұрысы піл G4 деп жүру керек еді, бірақ Петр Свидлер енді барлық теориядан кішкене қалып қалған сияқты, өйткені жас бала ғой, жас бала теорияны жақсы біледі. Ал Петр Свидлер енді көп болды ойнамағалы. E6 деп жүрді, қателесті, және уәзір A4 бірден. Піл D7 және уәзір F4. Рокировка, еді ат D5, енді мұна аттың қаншалықты мықты екенін сіздер көріп тұрсыздар. Мұна аттың жағдайы қиындау. Ат C6 E3, мұна D4-тегі торды бақылауға алу, H6 алдық, және уәзір G3. Бұның барлығы үйде дайындалған варианттардың бірі. Бұған таңғалудың қажет жоқ, өйткені Ягиз Каан Эрдогмуштың бапкері ол Шахрияр Мамедьяров. Және Шахрияр көп нәрсені үйретіп атыр оған. Піл F5 енді бұл енді өрескел қате болып есептелінеді, өйткені бұл жерде мысалы 1.53 болатын болса, мына піл F5-тен кейін піл C4, сонымен мына патшаның жағдайы қиындап барады. Патша H8, ат G5, әрине уәзір G5 деп жүрген болмайды, өйткені уәзір G5 былай байлау әдісін көріп тұрсыздар. Уәзір E8 алдық, шах былай, және тура H1, осымен ойын аяқталды. Егер де мысалы патша G7 болатын болса, онда мүмкін біріншіден тура H6 деп жүреді. Алады, содан кейін уәзір H4 шах, және уәзір H7 мат деген іс-әрекет. Міне осындай партия.